Сәлем баршаңызға. Бүгін біз үй жағдайында өте дәмді балмұздақ жасайтын боламыз. Алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Сосын сүтімізді жылытып аламыз. Енді жұмыртқаның сарысына бір қасық құмшекер салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Үстіне 100 мг сүт құйып, тағы да араластырамыз. Бұл балмұздаққа бар жоғы 3 ингредиент кетеді, дәмі өте керемет шығады, және де порциясы көп болады. Енді жаңа жұмыртқаның сарысын сүттің үстіне құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді жаңағы сүтті баяу отта 10 минуттай араластырып тұрамыз. Сүтті қайнатпаймыз, қоюланғанша араластырамыз. Енді жұмыртқаның ағына қалған құмшекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Құмшекері тез еру үшін водяной баняға қойып, араластырып аламыз. Енді жұмыртқаның ағын жақсылап миксерлейміз. Әппақ меренгі болғанша араластырамыз. Меренгі дайын болған кезде ол өз формасын сақтап тұру қажет, яғни құламау керек, төңкерген кезде ақпау керек. Енді сүттің үстіне меренгімізді салып, бір араластырып аламыз. Және де араластырған кезде дұрыс араластыру керек, яғни астынан жоғары қарай алып, дәл видеодағыдай араластыру қажет. Енді барлығын бір жақсылап араластырып, миксерлеп аламыз. Міне біздің балмұздақ дайын. Енді тоңазытқышқа салуға контейнерлерге құйып қоямыз. Егер балаларыңызға дайындайтын болсаңыз, осылай жеке-жеке стаканға құйып қойсаңыз болады. Дәмі өте тәтті, және де дүкендегі балмұздақтардан еш айырмашылығы жоқ, және қолжетімді бағада жасауға болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар.